Адам бай болу үшін неден бастау қажет? Алдымен аз ақшаны ұстап үйрену қажет. Аз ақшаны ұстап үйренбейінше сіз үлкен соманы ұстай алмайсыз. Статистика бойынша әрбір 100 адамның 16-сы ауқаттылыққа қол жеткізеді. Алайда олардың тек біреуі ғана сол байлықты өмірінің соңына дейін сақтай алады. Және дәл сол адам бай адам болып есептеледі. Ақшаны ұстап қалу оны табудан әлде қайда қиын болып табылады. Бай болуды қатты қалайтын адамдар үшін негізгі қажетті қағидаларды есте сақтаңыздар. Өз мүмкіндіктеріңізді әрқашан ақшадан жоғары қойыңыз. Сонда ақша сізге өзі келіп қызмет ететін болады. Егер адам өз мүмкіндіктерін ақшадан төмен қойса, ақша сіздің не жеп, не киіп, демалысқа қайда баратыныңызды, жақындарыңызға не сыйлайтыныңызды анықтайтын болады. Өз өміріңіздің сапасын өзіңіз айқындау керексіз. Сіз өз жұмысыңызды жақсы көресіз бе? Бірақ бір затқа қол жеткізу үшін оны жақсы көру азшылық етеді. Әуесқойлық қажет. Ал әуесқойлыққа реніш, күйініш, уайым тән. Әуесқойлық дегеніміз өз арманыңызға толығымен берілу. Жартылай емес, толығымен. Қажеттілік үшін жұмыс істейтін адамдар бар. Олар жұмысқа уақытысында келіп, уақытысында кетеді. Өз жауапкершілігін атқарады, алайда жұмысына ешқандай қызығушылық танытпайды. Оларға тек үрдістен қалмау маңызды. Мұндай адамдар армандамайды. Егер сіз бай болғыңыз келсе, ешқашан үрдіс үстіндегі адам болмаңыз. Сіздің ауқаттылығыңызға ешкім жауапты емес, мемлекетте, билікте, заңда. Сізден басқа ешкім. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін сізге әлемге басқаша көзқарас қалыптастыру керек, басқа тәжірибе, ой-сананың басқа трафаретін қалыптастыру қажет. Адам миынан асқан мүмкіндігі зор зат жоқ, тек оны дұрыс қолдана білу қажет. Алдымен өз өміріңізде қолдануыңыз қажет. Бай адамдардың бірнеше негізгі ережелерін есте сақтаңыз. Мақсат дегеніміз ұсақ идеялар немесе заттар жиынтығы емес. Ол сізді құштарлық сезіміне толтырады, жұмыс істеп алға ілгерілеуге көмектеседі. Ақшада адам секілді болып жатқан жағдайларды сезеді. Оған жақсы қарап, сыртқа серпілмеңіз, сонда ақша сізге өзі келіп қалатын болады. Өз болашағын жоспарламайтын адам, өзінің өмірі басқа адамдардың қолымен жасалатынына көнуі тиіс. Бізде бар заттар біздің істеген ісіміздің нәтижесі. Осы ережелерді есте сақтаңыз. Үй, көлік, саяжай бұлар мақсат емес. Бай адам дегеніміз ақшаны өзіне жұмыс істете білген адам. Ол ақша үшін емес, ақша сол адамға жұмыс істейді. Ақша өмірдегі ең маңызды зат емес, алайда ол жетіспесе маңызды затқа айналады. Барлық қиындықтар мен кедергілер арқылы соңғы нәтижені көре білетін, сонымен қатар өзінің бастапқы арманын есінен шығармайтын адамдар жетістікке жетеді. Егер сіз өзіңіз армандағандай өмірге лайықтымын деп есептесеңіз, сізге ақшаны басқаруды үйрену қажет. Себебі ақша сіздің қандай деңгейде екендігіңізді анықтайды. Жақсы ұстаз, өз еркіңізбен өзіңіз ешқашан жасамайтын заттарды жасатады. Бұл сіздің қабілеттеріңізді ашуға көмектеседі.